Тікелей эфирде камераға түсіп қалған аруақ елестер. Бір топ орманшылар құстардың өсу және тамақтану барысын қадағалау мақсатында ұяның алдына камера қойып кетіп, оның артынан тікелей эфирмен қараған. Олар тікелей эфирде артқы көріністе үлкен көлемді жанды көрген. Дәу жүн адамға ұқсас жан. Мүмкін шығар, бұл үстіне жүнді костюм киіп алған кәдімгі қарапайым адам болар. Олай болмаса, нағыз елес енді. Футбол бойынша Аргентина чемпионатындағы матч. Сол матчты түсіріп отырған сәтте камераның біріне трибунада жүгіріп баратқан елес түсіп қалған. Ол адам жүгіріп баратқанға ұқсайды, алайда оның жүгірісі физиканың заңына бағынбайды. Ол отырған адамдардан өтіп жүгіреді, және сол адамдар еш мән бермеген. Тілші тікелей эфирде жол апаттар туралы мәлімет айтып тұрғанда, артқы көріністе бір түрлі түсініксіз қара дақ өтіп кетті. Осы аргентиналық телехабардан үзінді. Жүргізуші аргентиналық астанасы Буэнос-Айрестің ауа райы экологиясы туралы айтып тұрғанда, сол сәтте экранда түсініксіз ұшып баратқан нәрсе пайда болды. Осы телехабарды көрген эксперттер мен көрермендер ақырында оны нағыз елес деп айтқан. Ванесса Балани, IBC News телеарнаның тілшісі, 12 аруақ бар үйге келіп репортаж жасаған еді. Бөлменің бірінде тұрып, 12 аруақ туралы сөйлеп тұрған сәтте, оның артында түсініксіз ақ-дақ ұшып өтті. Осы кішкентай елес өте жылдам жылжиды, және бұл шаңға да немесе сәулелердің шағылысына да ұқсамайды. Әзірге болды достар. Егер сізге осындай видеолар ұнайтын болса, менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар. Алда әлі өте көп қызықты видеолар сізді күтіп тұр.